Жоғалған хан қызы. Ертеде бір ханның жалғыз қызы болыпты. Хан қызын жанынан тастамайды екен. Қайда барса, сонда бірге алып жүреді екен. Бір күні хан қызын бір сапарға қалдырып, көрші елдегі ханның үйіне қонаққа барыпты. Хан кеткен соң қалада дүниеде жоқ бір алтын кеме келіпті. Кемені көрмеген жан қалмады. Тек соңында ғана ханның қызы кемені көруге барғанда, кеме хан қызын алып бірден ғайып болыпты. Хан келсе, қызы жоқ. Қайда екенін ешкім де білмейді. Ел естірте алмай, есі шығып дал болып жатқанда, хан жұртты жинап: «Уа халқым, кімде-кім менің жалғыз қызымды тауып берер болса, сол адамға қызымды тұрмысқа беремін. Сонымен қатар хандығымды да, байлығымды да сол адамға беремін», деп жар салады. Сонда басқа елден келген бір жігіт: «Тақсыр, қызыңызды мен тауып әкелейін. Сіз маған 10 кісілі нөкермен бір кеме дайындап беріңіз». «Құп болады балам, айтқаныңның бәрі дайын болады. Тек жалғыз қызымды тауып әкелсең болған». Жігіт нөкерлерімен ұзақ сапарға аттанады. Кемені ешкім жүргізуі білмейді. Кеме өз бетімен жүзіп, бірнеше күннен соң бір қалаға келіп тоқтайды. Кеме тоқтаған соң жігіт далаға шығып, іздеп жүріп бір үйге кез болады. Жігіт 10 нөкерін қызды іздеуге жіберіп, өзі үйде қалады. Ол енді не болар екен деп аң-таң болып отырғанда, бойы бір қарыс, сақалы 40 қарыс бір шал үйге кіреді. Шал мен екеуі алыса кетеді. Осылай олар 2 күн, 2 түн алысып, ақыр соңында шал қорыққанынан шынын айтады. Жігіт шалдың басын кесіп, өлтірген соң, нөкерлерімен еріп, шалдың айтуы бойынша қызды іздеуге кетеді. Қыз 7 қабат жер астында екен. Жігіт жер астында түсерде нөкерлеріне: «Мені осы жерде 3 күн күтіңдер. Егер 3 күннен соң оралмасам, елге қайта беріңдер». Жігіт жердің астына түсіп келе жатып, үлкен бір сарайды көрді. Сарайдың ішіне кірді. 40 есіктен өтіп, 41-ші есікті ашса, ішінде айдай сұлу бір қыз отыр екен. Сөйлесе келіп, оның ханның жоғалған қызы екенін білді. Жігіт қыздың қолынан ұстап, оны сыртқа алып шықты. Бірақ оған қастық ойлаған нөкерлер бір жақ болып, жігітті 7 қабат жер астына қайта түсірді. Өздері қызды алып жүріп кетеді. Олар қызға келіп: «Құтқарған осылар деп айт. Айтпасаң өлесің. Үлкенімізге тиесің. Ұқтың ба?» деп қызды қорқытып көндіреді. Тірі қалған жігіт жер астындағы сарайды аралап жүріп, есігінде үлкен құлпы бар бір үңгірге келіп тоқтайды. Құлыпты бұзып ашып ішіне кірсе, 3 балапан шырылдап ұшып жүр екен. Қараса 7 басты айдаһар ырсылдап тұр. Жігіт бірден қаруын алып, айдаһардың басын шауып өлтіреді. Өстіп ол балапандарды бір өлімнен құтқарып қалады. Бір кезде күн күркіреп, найзағай ойнай бастайды. Жоғары қараса, жауындатып, борандатып, бір қара құс келе жатыр екен. Балаларының амандығына көзі жеткен құс жігітке: «Адамзат, қандай тілегің бар? Мені жер үстіне шығар. Жақсылыққа жақсылық деген». деп құс оны жер бетіне шығарады. Жігіт алба-жұлба киім киіп, баяғы өзі кеткен ханның еліне тазша болып барады. Келсе, хан қызын нөкерлердің ең үлкеніне қосқалы жатыр екен. Тойдың 30 күн ойыны бітіп, 40 күн тойының ақырғы күні қалған екен. Қыз жігітті бірден танып, әкесіне: «Мені құтқарған нөкерлер емес, мені құтқарған анау жігіт» деп өз көрген білгенін айтып береді. Хан бірден жаза кесіп, нөкерлерді өлтіріпті. Жігітке қызын да сонымен қатар хандығын да бірге беріп, қайтадан ұлан-асыр той жасаған екен. Осылай екеуі бақытты да баянды ғұмыр кешіпті.